Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammin bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат, міне бүгінгі біздің өтетін дәрісіміз алифке қатысты жағдайлар. Ал онда бисмилlah бастайық. Ал құрметті көрермендер, міне бүгінгі бізде алифке қатысты жағдайлар, яғни алифтің өзі және де яй альфия, одан кейін вау альфия. Енді қарап отырсаңыздар, біз алифке мысал келтірейік. Қазір жеке-жеке сіздерге түсіндіріп кетеміз әрқайсысын. Ол не үшін яйға келгенде, вауға келгенде альфия болып аталды. Ал онда біз бірінші алифтен бастайық. Қараңыздар, біз алдыңғы сабағымызда өткен сияқты, яғни мынау қызылмен белгіленген алиф өзінің алдындағы әріп фатхалы болса, ол мәт болады, яғни созылады. Қараңыздар, зилзалаха, асқалаха, أخبارها مثقال إذا وقال. Ал енді құрметті көрермендер, яйға мысал келтірейік. Қараңыздар, яй өзі харекетсіз келіп, өзінің алдындағы әріп фатхалы болса, яғни бұл созылады. Және де бұл яй сөздің соңында келеді. Қарап отырсаңыздар, бұл жердегі яй мен алифке үстінен кішкентай ғана белгі көрдіңіздер ғой. Құранда да бұл кездестіреміз. Осы мәт болады. Яғни қараңыз, сөздің аяғында келеді, бірақ харекетсіз алдыңғы әрпі фатхалы болып, сонда ол мәт болады. Илә. Көрдіңіздер ғой? Илә, алә, арғай, мәтә, әннә, хәттә, шәттә, тәғәлә. Көрдіңіздер ғой? Екі жерде келіп тұр, я? Ta'ala, Musa, Isa. Ал енді құрметті көрермендер, вауға мысал келтіреміз. Бұл жерде де, яғни вау харекетсіз келіп, өзінің алдындағы әріп фатхалы болса, біз созамыз, мәт қыламыз. Қараңыздар. Әс-салата, әс-салата, әз-заката, әл-хаяти, әл-хаяти. Міне құрметті көрермендер, бүгінгі дәрісімізде алифке қатысты жағдайларды өттік. Яғни бұл жерде алифті мәт қылып созу, және де қарап отырсаңыздар, біз вауды да яй әрпінде келген кезде біз оқылмадық, оны біз мәт қылып алдыңғы әріптің фатхасына қарап созып оқыдық. Енді басынан аяғына дейін тағы бір қайталап өтейік, бізбен бірге назар қойып қарап отырыңыздар. Зилзалаха, асқалаха, أخبارها مثقال إذا وقال. Жалғастырамыз. Яйге إلى على متى أن حتى شتى تعالى موسى عيسى. Ары қарай жалғастырамыз. Вауға қараңыздар. Әс-салата, әз-заката, әл-хаяти. Міне құрметті көрермендер, бүгінгі өткен дәрісімізде алифке қатысты жағдай. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.